Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сәлеметсіздер! Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Жақсы бала, сәлеметсіңдер, орнымызға отырамыз. Қазір бізде ана тілі сабағы, бірінші сынып оқушылары. Сабақтың тақырыбы шынығу, заттың атын білдіретін сөздер, мақсаты шынығуға байланысты спорт түрлерін, заттың атау түрлерін біледі, заттың атын білдіретін сөздермен танысады. Заттың атын білдіретін сөздерді таба алады, оларға сұрақ қояды, сюжетті суреттер және сызбалар арқылы жұмыс жасай алады. Енді балалар үй тапсырмасы берді, үй жұмысын орындап келдік. Енді барлығымыз мұғалімге қараймыз, отырамыз, оқушы қалай отырады. Мен сендерге мына өлеңді оқып берейін, тыңдаймыз. Кіммен дос боласың? Қапаланды ата-ана, бұл секілді балаға тысқа шығып заулады, топыраққа аунады. Тамағын да ішпеді, өз білгенін істеді. Абдрахман Асылбек. Қайтадан тыңдаймыз. Кіммен дос боласың? Қапаланды ата-ана, бұл секілді балаға тысқа шығып заулады, топыраққа аунады. Тамағын да ішпеді, өз білгенін істеді. Бұл қандай бала? Жақсы бала ма? Жаман. Жаман бала. Мұғалім мамасының айтқан, ата-анасының айтқан тыңдай ма екен? Тыңдамайды, топырақ üzerінде осындай жаман оқусыз салақ бала болмайсыңдар, таза жүріп жүреміз. Енді балалар, сендердің достарың да ондай емес шығар, достарың да ондай емес па? Жоқ, жақсы жарайсыңдар, түрлерінен көрініп тұр, жақсы балалар екендерің. Молодцы. Енді балалар, қазір жақсы бала болу үшін біз не істеуіміз керек? 88-ші бет оқулықты қараймыз, мұнда суреттер берілген, тақтада да көрініп тұр, қараймыз. Мұнда қараймыз, бір-бірден әңгімелейміз. Бұл бізде жаңа күн тәртібі екен. Бірінші кім ауызша айтады? Мұнда суретте не болып тұрмыз? Азат айтамын. Орнымыздан тұрып айтамыз, айтамын. Мына балаға ат қоюға болады, ал жарайды. Бала мен тұрды, той жасады, ойын көрді, школьный форма киді, тамағын ішті, киінді мектепке барды. Жақсы, бұл Алпек Сұлтан айтады. Бала мектепке тұрды, зарядка істеп атып, Жаттығу, қазақша? қолымды жуды, киінді, тамақ ішті, киінді сабаққа кетті. Жақсы, жарайсың. Сәндер айтамын. Бала төсекке тұрды, жаттығу жасады, қолын жуды, школьный форма киіп, тамағын ішті, киініп, мектепке барды. Тамағын ішіп, мектепке барды. Айзат айтамыз. Тыңдаймыз. Бала төсекке тұрды, жаттығу істеді, беті қолын жуды, школьный формасын киді, тамақ ішті, киінді, садик барды. Садик емес, мектепке келді, Айзат. Садик емес екен, сен шынға келдің мектепке келесің, Балалар, бұл бізде барлығы күн тәртібі, күнделікті қайталана ма бізде? Күн тәртібі деп аталды, біз қайталаймыз. Күн тәртібі. Жақсы жарайсыңдар. Бұл күнделікті біздің күн тәртібіміз екен. Енді балалар, күн тәртібі жақсы болу үшін балалар, қосымша күн тәртібіне тағы да неме қосылмай қалды күн тәртібіне. Тағы да кім не істейді күн тәртібінде тағы да. Біреуміз доп ойнаймыз, содан кейін қосымша сабаққа келеміз, би билейміз, ән айтамыз, осыларды айтуға болады. Футбол ойын ойнаймыз. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз баласы заттың атын білдіретін сөздер. Заттың атын білдіретін сөздер. Біз мына жерде көрініп тұр, өздерің көріп тұрсыңдар. Мұнда баланың атын қоюға болады. Мұнда баланың атын айтуға болады. Айдос не істеді дейді, шынығып жаттығу жасады, ол жуынды, және айнаға қарады дедік, тамақ ішті дедік. Бұл біздің барлығымыз денсаулығымызды нығайту үшін осы күн тәртібін сақтаймыз, балалар. Енді біз қазір
не деп сұрақ қоямыз. Келесі ойланамыз. Бұл нені суреті? Не. Компьютер. Не деп сұрақ қоямыз. Заттың атын білдіреді, иә? Кім. Келесі. Айза. Кім. Кім бұл? Кімдер. Кімдер? Дұрыс айтасың. Кімдер екі адам берілген, иә? Кімдер? Кімдер бұл? Адамдар. Дәрігер және емделуші деп айтуға болады. Одан кейін сурет қандай? Не? Трактор. Дұрыс айтамыз. Не деген сұрақ қоямыз. Келесі. Одан кейін не суретін көріп тұрмыз? Не. Жақсы. Келесі. Кім. Бала деп қоюға болады, иә? Кім? Ойнап отыр. Апайларың ойнап отыр, иә? Кім деп Келесі қоян. Кім деп қоямыз ба? Жануарларға не деп қоямыз, иә? Не қоян. Келесі. Не деп қоямыз. Не. Жолбарыс, иә? Жолбарыс. Бұнда бала көрді заттың атын білдіретін сөздер екен. Қараймыз. Кім? Дәрігер. Нелер? Гүлдер. Сағат. Не. Компьютер. Не. Кімдер? Дәрігер және емделуші. Не. Трактор. Не. Доп. Кім? Компьютер ойнаушы деп айтуға болады. Немесе мұғалім, немесе қоян. Не. Сиыр. Не. Жолбарыс. Яғни кім не деген сұраққа жауап береді. Тез мына жерде суреттегі заттың атын білдіріп тұр, иә? Заттың атын білдірсе, кім не деген, кім не, кімдер нелер деген сұрақтарға жауап берсе, бұлар зат есім деп аталады екен. Заттың атын білдіретін сөздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз заттың атын білдіретін сөздер. Мен мұғалім сіздерден айтуға болма. Айтыңыз, иә. Қазір жазыңыз сол. Заттың атын білдіретін сөздер. Жақсы. Енді барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Қазір серпілу сәтін жасаймыз, иә? Көріп тұр ма барлығымызға? Қайталаймыз, иә? Айзат, тұрамыз. Ұйықтап жатамыз, ұйықтаймыз. Ұйықтаймыз, қазір орнымыздан тұрамыз. Қараймыз, қайталаймыз, серпілу сәтін жасаймыз. Сағат 7 болып тез тұрамыз, күн тәртібінде қалай тез тұрамыз. Айзат, тез жасаймыз. Қайталаймыз. Ой, намазды солсайып, қолды ек
жүгірер, жерге тимей табаны. Бойын түкте балдырған қатын. Желаяқтар жүгірер, жерге тимей табаны. Бойын түкте балдырған қимылдаған қол жылдам. Аяғыңды соз